Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге қарбыздың пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Барлық адам сүйсіне жеп, жаз шыға салысымен сатып алуға асығатын қарбыздың 92% судан тұрады. Оның адам организмін тазалауда пайдасы орасан зор. Оның құрамына А, B6, С дәрумен топтары кіреді. Сондай-ақ антиоксидант және аминокислота секілді пайдалы компоненттер бар. Ыстық күндері қарбыздың маңызы тіптен арта түседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, ең жоғарғы деңгейдегі дәрумендердің барлығы қарбызда екен. Әдетте мұндай жағдай тек қызыл көкөністерде, жеміс-жидектерде кездеседі екен. Сонымен қатар, қарбызда лейкотин компоненті бар. Оның жүрекке, сүйекке пайдасы өте зор. Қарбыз шырынының қасиеттері мен қанықтығы оны көптеген ауруларға ем болатын дәмді халықтық дәрі-дәрмек етті. Мысалы, ол антиосклероз, артрит, құяң және қант диабеті сынды ауруларды емдеуде үлкен көмек бола алады.